Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тіл сабағы 73-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз заттың қимылын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Табиғат құбылыстары. Табиғатта әртүрлі өзгерістер болып тұрады. Күн мен түн алмасады. Жаңбыр, қар, бұршақ жауады. Жел соғып күн күркірейді. Найзағай жарқылдайды. Қар ериді. Су тасиды. Өзендер мен көлдерге мұз қатады. Табиғаттағы мұндай өзгерістер табиғат құбылыстары деп аталады. Дүниетану анықтамалығынан алынған екен балалар. Бірінші сұрақ: табиғатта қандай өзгерістер болады? Табиғат құбылысына нелер жатады? Осы сұрақтарға жауап береміз балалар. Екінші жаттығу: көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жаз. Күн мен түн алмасады. Жаңбыр, қар жауады. Күн күркірейді, найзағай жарқылдайды. Жазған сөздеріне сұрақ қой. Ол сөздер нені білдіреді? Мысалы, күн мен түн алмасады дедік. Сұрақ қоямыз. Не істеді? Күн мен түн алмасты. Жаңбыр, қар жауады. Не істеді? Жауды немесе жауады. Жақсы, ережеге қарайық. Заттың қимылын білдіретін сөздерге не істеді, не қылды және қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, ұшты, жүргізді, барды, оқыды. Міне осындай іс-әрекеттер жатады екен балалар. Осы ережелерді жақсылап жаттап аламыз балалар. Келесі үшінші жаттығу: сөйлемдерді тиісті сөздермен толықтырып айт дейді. Бізде суретте бірінші тиін, екінші суретте піл, үшінші суретте түлкі берілген екен. Тиін жаңғақ жейді, піл тышқаннан қорқады және түлкі арыстаннан қорқады деп айтсақ болады екен балалар. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Каналға міндетті түрде жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңдар.